Сәлем достар, бүгін біз сіздермен табада пісетін, тез арада дайын болатын, үй жағдайында пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге көп ингредиенттер керек емес. Барлық керек ингредиенттерді мен сіздерге описание бөлімінде қалдыратын боламын. Қазір ең алдымен колбасамызды осы 4 бұрышты етіп турап аламыз. Содан соң бұл жерде ешқандай қатып қалған қағида жоқ. Кез келген ингредиенттерін сіздер өз қалауыңызша турап шықсаңыздар болады. Ал мен өзім осылай ыңғайлы болғандықтан 4 бұрышты етіп турап алдым. Міне біз колбасамыздың барлығын турап болдық. Енді қазір сырымызды күштің көмегімен жақсылап өткізіп аламыз. Содан соң тағы да бір айта кететін жағдай, сіздер сырдың кез келген түрін алып қолдансаңыздар болады. Менде дүкеннің өлшенілетін сыры, ал сіздер өздеріңіз қандай сырды жақсы көресіздер, сол сырдың түрін алып қолдана бересіздер. Енді қазір қызанағымызды тураймыз. Мен қызанақты домалақ етіп турадым. Мінекей, мен қызанақтың барлығын турап біттім. Енді біз қазір қамырын дайындайтын боламыз. Қамыр үшін бізге 2 жұмыртқа, содан соң майонездан 4 қасық және де ұннан 9 қасық қосамыз. Негізінде көбісі майонез және де қаймақ қосып жатады, дүкеннің қаймағын. Бірақ мен қаймақтың орнына үлкен ас қасықпен 1 қасық сүт қосамын. Бірақ енді сіздер өз ыңғайларыңызға қараңыздар. Қаймақ қосқыларыңыз келіп жатса, қаймақ бар болып тұрса қолдарыңызда, сүттің орнына қаймақ қоссаңыздар да болады. Сүтті қосқан кезде үйдің сүті болса да, дүкеннің сүті болса да ешқандай айырмашылығы жоқ. Сондықтан да қолдарыңыздағы бар сүтті қолдана берсеңіздер болады. Енді барлығын жақсылап араластырып, үстінен айтып өткендей 9 қасық үлкен ас қасықпен ұнымызды қосып, тағы да жақсылап бір келкі масса болғанға дейін араластырып шығамыз. Мінекей, бізде осындай консистенцияда дайын болу керек. Салмамыз, енді үстінен ұнымызды қосамыз. Мінекей, біздің қамырымыз осындай болып шығады. Қоймалжың, бірақ қатты сұйық болып кетпесін, өйткені қамыры піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да осындай массада дайын болу керек. Енді табамызды қыздырып, үстінен майымызды құйып, содан соң қамырымызды салатын боламыз. Қамырымызды осылай жайып алдық табаға. Енді үстінен кетчупты салып, кетчупты жаққан кезде арнайы осындай кисточкамен, кондитерлік кисточкамен жақсаңыздар өте ыңғайлы екен. Болмай жатса, онда қасықпен араластырсаңыздар да, яғни үстінен қасықпен жағып шықсаңыздар да болады.
үстіне қызанағымызды саламыз. Содан соң колбаса мен сырымызды қосып, пиццамызды дайындауға бетін жауып қойып қоямыз. Балаларыңызға, отбасыңызға, келіп жатқан қонақтарыңызға да осылай тез арада 10-15 минутта табада пісетін пиццаны дайындап беруге кеңес беремін. Дәмі енді өте керемет болды. Балалар әсіресе сүйсініп жейтіндей жасап көріңіздер. Тез дайын болады. Ешқандай уақыттарыңызды көп алып жатпайды. Және де пешті қосып, уақыттарыңызды алып жатпай, табада тез-ақ пісетін пиццаның түрі. Мінекей осындай болып пісті менде. Енді қазір біз кесетін боламыз. Табаға да жабысқан жоқ. Ешқандай астының бары көріп тұрғандарыңыздай бір тегіс болып, жап-жақсы жабыспай күймей пісіп шықты. Мен негізінде осылай ролик арқылы тураймын деп ойлап едім, бірақ ол пиццаныкі болмағандықтан кішкене қиындық тудыртады екен. Сондықтан да мен соңында пышақпен кестім. Сіздерде егер пиццаны кесетін арнайы ролик болып жатса, онда сонымен де кессеңіздерге болады. Мінекей қараңыздар, қандай керемет пиццамыз дайын болды. Балалар сүйсініп жейді. Мінекей қыздар, видеоны толық көріп шыққандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Алда әлі тағы да көп талай видеолар болады. Маған тіркеліп кетуді ұмытпай, видеома лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.